Қазанның 4 мен 10 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 208 іс-шара өтті. Іс-шаралардың басым көпшілігі ауылды жаңғырту тақырыбына арналды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу аясында қазан айында ауылдың гүлденуі, Қазақстанның гүлденуі марафоны басталды. Бір ай бойы өңірлерде ауыл шаруашылығы өнімдері саласындағы жетістіктер туралы көрмелер, жәрмеңкелер, ауыл еңбеккерлерін және еңбек ардагерлерін құрметтеу шаралары өтеді. Ауыл ел бесігі жобасы аясында еліміздің ауылдарында жаңа әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандар ашылуда. Өндірушілерді қолдау мақсатында тек Жамбыл облысында алқаптан сөреге дейін жобасын жүзеге асыруға 1 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы аптада өңірге жұмыс сапары барысында мәлім етті. Қазан айында ел өңірлерінде 4-ші 10 жылдықтағы тәуелсіз Қазақстан жастар форумы басталды. Алғашқы форум Алматы облысында өтті. Форумда қатысушылар жастарды Қазақстанның дамуына өз үлесін қосу үшін бәсекеге қабілетті болуға шақырды. Болашақ білімді, креативті және жігерлі жастардың қолында деп атап өтті олар. Осы аптада жас ақындар мен айтыскерлер Шымкентте өткен күміс қалам және күміс домбыра республикалық байқауларына қатысты. Ақындар өз туындыларында тәуелсіздікке жету жолында қандай қиындықтарды еңсергенімізді, ел тірегі егемендіктің мәңгі болуын жырлады. Атырауда Қазақстанның мемлекеттік әнұранының авторларының бірі ақын Жұмекен Нәжмеденов атындағы тәуелсіз елге 30 жыл көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы өтті. Байқау қатысушылары қаламгердің поэтикалық және прозалық шығармаларынан үзінділер оқыды. Алматы тәуелсіздіктің алтын бесігі. Оңтүстік шаһарда осы тақырыпта көрме өтіп, оған жас суретшілер қатысты. Қылқалам шеберлері өз туындыларында Алматының заманауи көріністерін бейнеледі. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Оралда сыйымдылығы 1000 адамды құрайтын Атамекен өнер орталығы ашылды. 30 жыл KZ сайтындағы Қазақстанның жаңа тарихын білуге арналған онлайн тест 2 айда 42 мыңнан астам рет тапсырылды. Оның ішінде тестті тапсырушылар 90 рет ең көп ұпай жинай алды. Тест тапсыруда ең үздік көрсеткіш көрсеткен қатысушы тарих пәнінің мұғалімі Ғалия Асқақова болды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.